мемлекет басшысы елімізде жаңа генерация қуаттарын іске қосуға ерекше мән береді. Бүгін осындай жоба Өскемен қаласында бастау алады. Өскемен жылу электр орталығын кеңейту тұрғындар үшін үлкен маңызды ие. Жаңа энергоблоктың салынуы қаланы жылумен толық қамтып, халыққа қолайлы жағдай жасайды. Бүгін біз облысымыздың энергетика инфрақұрылымын дамыту жолындағы маңызды қадамның куәсі болып отырмыз. Өскемен жылу электр орталығын кеңейту жобасының басталуы бұл тек Өскемен қаласының ғана емес, тұтас облысымыздың болашағы үшін маңызды жоба. Энергоблоктың іске қосылуы Өскемен қаласын жылу және электр энергиясымен тұрақты қамтамасыз етуге кепілдік береді. Бұл ең алдымен тұрғындарымыздың жайлы өмір сүруі үшін жасалып жатқан нақты іс-шара. Мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әрдайым энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымды жаңғыртуға, оның сенімділігі мен тиімділігін арттыруға ерекше мән беріп келеді. Бүгінгі жоба осы міндеттерді лайықты іске асырудың бір көрінісі. Капсула салынды.